Достар, барлықтарыңызға сәлем. Каналға тағы да қош келдіңіздер. Кешегі сабақты жалғастырамын. Жалпы сіздер каналға келген кезде шатасып кетпеу үшін бүгін гайд дейді ғой, сондай бір гайд жасап қойдым сіздерге. Тіл үйренуді неден бастаймыз? Нөлден бастап үйреніп жатқан болсаңыздар, қиыншылық туындамау үшін және басы жоқ, аяғы жоқ көрінбеу үшін сіздерге бүгін мындай видео жасадым. Жалпы тіл үйренуді поэтапно қалай жасайды, және ағылшын тілі ондай сіздер ойлағандай қиын емес. Ағылшын тілі оңай. Ең бастысы неден бастау керек және немен аяқтау керек. Басын және аяғын көріп алсаңыздар, сіздерде мотивация пайда болады соңына дейін жетуге. Поэтапный план. Ең алдымен алфавиттен бастаймыз. Алфавит кез келген тілдің алғашқы қадамы. Сондықтан сіздің ең алғашқы қадамыңыз осыдан басталу керек. Алфавиттің суретін міне қойып қойдым, сіздер суретке түсіріп алсаңыздар болады. Және әрбір әліпбидің астында қалай оқылатыны жазылған. Мына жерде ағылшынша жазылған транскрипциясы. Толық қалай дұрыс оқу керек екенін ең бірінші сабақта менің алфавит деген видеомды қарасаңыздар, сол жерде түсіндірдім. Келесі, екінші этап сіздерде әріптер мен дыбыстар болады. Ағылшын тілінде барлығы 26 әріп бар. Өте оңай, өте аз. Олардың ішінде 21-і дауыссыз және 5-і дауысты. Күрделі нәрсені, яғни сөз үйрену, грамматика үйрену бастамас бұрын сіздерге алдымен алфавитті, содан кейін әріптерді қалай дұрыс дыбыстау керек екенін үйренуге кеңес беремін. Есте сақтау керек. Ең алдымен әр әріп қалай көрінеді? Әріптің үлкенін, кіші нұсқасын бір-бірінен ерекшеленеді, оларды шатастырмай. Алфавит тұр ғой, міне осыған қарап жаттайсыздар шатастырмау үшін. Екінші, әр әріптің атауларын шатастырмайсыз. A, B, C, S әріпі, D әріпі және тағы басқа. Аларды шатастырмай атауларын жаттайсыздар. Және әр әріп белгілей алатын дыбыстар, яғни әрбір әріп оның көрші әріп алдында не болмаса одан кейін орналасқан әріпке байланысты әртүрлі дыбысталып отырады. Алдыңғы слайдта әр әріптің алфавиті мен атаулары бар, суретті қалдырдым, яғни мына жерде әр әріптің атауы астында тұр. Егер түсініксіз болса, менің бірінші сабақ деген видеомды қарайсыздар, сол жерде алфавит бар. Келесі, үшінші этап сіздерде транскрипция болады. Біз ағылшын тіліндегі алдыңғы слайдта ағылшын тіліндегі бірдей әріп әртүрлі оқылу мүмкін екенін айттық. Сонымен қатар бұл тілді нөлден бастап үйреніп жатқан адамдарға қиыншылық пайда болуы мүмкін. Қалай оқимын, қалай дұрыс дыбыстаймын, қателесіп қалмайын ба деген. Ол практика, опыт бойынша сіздер неғұрлым көп оқисыздар, соғұрлым опыт көп жиналған сайын тілдеріңіз тез жаттығады. Тек оқи беруден жалықпаңыздар. Транскрипция сөздерді дұрыс айтуға көмектеседі. Яғни сөздердің дыбыстары арнайы таңбалармен жазылады. Міне сурет. Мынау транскрипция деп аталады. Алфавиттегідей емес. Мына жердегі сөздер жазылғаны мүлдем әртүрлі. Бұл транскрипция деп аталады. Мына бірінші тұрған көк vowels деген бұл дауыстылар. Екінші розовый consonants деген дауыссыздар. Яғни дауыстыларды қалай оқиды, дауыссыздарды қалай оқиды. Монофтонг және дифтонг болып көрінеді. Монофтонг деген бір ғана әріп келінеді және бір дыбыс беріледі. Дифтонг деген екі дыбысты білдіретін, дифтонг деген жалпы қосарлама дегенді білдіреді. Екі дыбысты білдіретін мынау дыбысталуы. Жақсылап назар аударамыз және кейін дәптерлеріңізге жазып жаттап алсаңыздар болады. Оқу қиын болып жатса, алдыңғы видеоларды қараңыздар. Әр әріп қалай дыбысталады, қалай оқылады, поэтапны көрсеттім. Мына жерде sheep деген сөз, қой деген сөз, мына жерде екі е берілген. Екі е әріпін sheep деп ұзартып оқимыз. Транскрипцияда екі нүкте тұрса, онда ұзартып оқу керек деген сөзді білдіреді. Транскрипция жалпы кез келген сөздікті ашып қарасаңыздар, не болмаса кез келген мектептің ағылшын кітабының артында сөз жазылады ғой, жаңа сөз. Сол үш таблица, яғни үш бөлікке бөлініп тұрады.
Біріншісінде ағылшынша сөз тұрады, ортасында транскрипция, үшіншісінде аудармасы тұрады. Сол жердегі транскрипция дегеніміз осы, яғни сөздің дұрыс оқылуын осылай транскрипциямен көрсетеді. Екінші, мынау ship деген сөз, бұл уже кеме дегенді білдіреді. Бұл қысқа и, жай ғана ship деп оқылады. Біріншісінде sheep деп ұзартсақ, мына жерде жай ship. Book, мынау транскрипция у дегенді білдіреді. Book осындай оқылған кезде қолданылады. Shoot, ұзартылып оқыдық. He, мынау уже дифтонгтар. Bad, е, транскрипциясы е дыбысы. Teacher, деген әріп ол ортада бар. Bird, дегенді білдіреді мынау. Doer, у және үге ұқсайды біздің қазақшаға. Doer деп оқылады, созылып. Cat дегендегі әріпі up, мынау а болып оқылатын транскрипция. Up, far, а, on, о болып оқылады. Келесі дифтонг код 5-1-ні дауыссыз оқып өтейін. Мынау P, boat, b, t, t, dog, d, fly, f, video, v, think. Болып жазылғанмен мынау тілдеріңізді кішкене артқа тартып think деп оқисыздар. Тілдің ұшын тіске тигізесіздер. Сол кезде с-ға да ұқсамайды, т-ға да ұқсамайды. Соның ортасындағы think, th деген әріп шығады. This, мынау з деген транскрипция дыбысталу. Man, am, now, n, sing. Мына біздің қазақ тіліндегі ң деген әріп. Мына n және g әріпі екеуі қосылған кезде ң болып дыбысталады. Hat, h әріпі. Келесі дифтонгтарды қарайық. Here, wait, tourist, boy, show, hair, like, co, I, o. Яғни мынау дыбыстардың қалай оқылуы дифтонг бойынша. Cheese, мынау c және h әріптері қосылып ч деген әріпті береді. June, мынау дж болады. Car, к болып оқылады, c емес. Go, г, c, s, zoo, z, shall. Ш деген әріптің транскрипциясы осылай жазылады. Television, ж осылай оқылады. Love, l, red, r, wet және yes. Бұл транскрипцияны қазір сіздерге қиын көріну мүмкін, бірақ уақыт өте келе оқи берген сайын көздеріңіз жаттығады. Еш қорықпаңыздар бұдан. Келесі. Транскрипция барлық жаңадан бастап жатқан тілді үйренушілерге өте жақсы көмекші. Сіз кез келген тілді аударған кезде, кез келген кітапты аударсаңыздар, транскрипцияның көмегіне жүгінетін боласыз. Тіпті деңгейіңіз өсіп жатқан кезде де әрдайым транскрипцияны қолданып отырасыздар. Сол үшін алдымен оны оқуға кеңес беремін. Қандай жағдайда әріпті бір немесе басқа жолмен оқу керектігін анықтауға көмектеседі. Келесі этап бізде 4-ші, ол лексика. Яғни лексика дегеніміз сөздер жинағы. Ағылшын алфавитін үйрендіңіз, дыбыстарды дұрыс айтуды үйрендіңіз. Енді лексикаға, сөздерді жаттауға өтеміз. Келесі видеолар менде осы лексикаға байланысты болады. Ал сіздер пока бастапқы сабақтарды қайталасаңыздар болады. Өзіңізді қинап, против желания үйренудің қажеті жоқ. Оңай, жеңілдетіңіз, тіл үйрену түсу кезде желанияңыз қашып кетпейді. Күніне 20 сөз үйренем, 40 сөз жаттаймын деп өздеріңіз қинамаңыздар. Егер шынымен есте сақтағыларыңыз келсе, алдымен сөзді аз көлемде, бірақ үнемі, яғни күнде 10 сөз, не болмаса 5 сөзден жаттап қайталап отырасыздар. Осылайша сіз өзіңізді шамадан тыс жүктеп, миыңызды қинатпайсыздар және үйренуді тастап кетпейсіздер. Өміріңізге жаңа лексиканы енгізіңіз. Яғни үй шаруашылықтармен ағылшын тілінде сөйлесіңіз, хат алмасыңыз, не болмаса достарыңызға жазған кезде ағылшын, телефоныңызға клавиатураны, ағылшын клавиатурасын қосып жазып үйреніңіздер. Және үйде қандай зат тұр, кез келген заттың атауын білмесеңіздер, сөздіктен қарап, аударып жаттайсыздар. Мысалы, телевизор көріп отырсыз дейік, керемет бір диван көріп қойыңыз. Диванның ағылшыншасы қалай болады екен деп сөздіктен іздейсіздер. Дивандың ағылшыншасын қарап, sofa, сол сөзді жаттайсыздар. Міне бүгіндікке бір сөз жаттадым деп өздеріңізді мақтайсыздар. Және болашақта жақсы үйреніп жатсаңыздар, бір кеңес бар, телефонның настройкасын толығымен ағылшыншаға ауыстырып тастауға болады. Сол кезде телефонның барлығы ағылшынша болған кезде
міндетті түрде амал жоқтан үйреніп кетесіздер, және тек пайдалы нәрсені үйреніңіздер. Қолданбайтын сөздерден бастамай, күнделікті қолданатын қарапайым сөздерден бастап үйреніңіздер. Бүгінге мен күнделікті қолданатын жанұяға байланысты сөздерді қойдым. Осы сөздерді жазып жаттайсыздар. Және міндетті түрде грамматика, яғни ағылшын тілін үйренуге сөздікке бөлек қалың дәптер және жай ережелерді үйренуге басқа дәптер арнаған дұрыс болады. Және сөздік дәптерлеріңізді үнемі толықтырып жүру керек. Соны қайталап, жаттап, толықтырып. Және сөзді жаттаудың бір секреті, құпиясы словарный диктант. Егер өзіңізден алмасаңыз, жаңа мүшелеріңізден словарный диктант алуды өтініп сұрайсыздар. Яғни сол жердегі сөздерді қазақшасын айтады, сіздер ағылшыншасын жазасыздар, кейін сосын дұрыс қате жазылғанын тексересіздер. Бүгінгі өтетін жанұяға байланысты сөздер. Бірінші тұрған сөз транскрипция аударма деп жазып қойдым. Бұл бірінші столбикта тұрған сөздер. Екінші столбиктағы мынау транскрипциясы, бағана айтқан дұрыс оқылуы. Үшінші столбик аудармасы. Family оқылуы былай міне, family жанұя. Mother ана. Father әке. Son ұл. Daughter қыз. Sister әпке. Brother аға. Parents ата-ана. Grandfather ата. Grandmother апа. Мынау транскрипция басында сіздерге қорқынышты болып көрінуі мүмкін, бірақ бұдан еш қорықпаңыздар. Уақыт өте келе көздеріңіз жүгіртіп үйреніп кетесіздер. Бүгінге осымен сабақ аяқталды. Осы жеткілікті деп ойлаймын. Бастан аяқ түсінбей жатсаңыздар, тағы да қарап шығуға кеңес беремін. Алда видеоларды бұдан да жақсырақ, маңызды ақпараттары көп және качественнее қылып түсіруге тырысамын. Әзірге орысша айтқанда строго не судите. Әзірге түсіре алған видеоларым осындай. Алдағы уақытта кішкене сапасын жақсартуға тырысамын. Ал сіздер каналға тіркеліп, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Түсінбей жатқан сұрақтарыңыз болса, еш ұялмай сұрай беріңіздер. Сіздерге қандай да бір пайдам тиді деген үміттемін. Тілді үйренуде еш жалықпаңыздар. Сіздерге күшті мотивация болсын. Және бастаған үйреніп жатқан тілдеріңізді соңына дейін жеткізулеріңізді тілеймін. Келесі видеода кездескенше, goodbye.